шек қаламы арманға, өмірген тық ана шөлі қанған ба? Ана үміт, ана жігер, ана азамат. Одан берік, одан нәзік жан бар ма? Анама хат. Апатайым, анашым, өзіңізді апа деп өстік, апа. 45 жыл, аз ба, көп пе? Алланың өзі кешірсін, әрине аз, өте аз. 45 жас, ол сіз үшін жазмыштың пешенеңізге жазылған, жалған дүниеде берілген жас екен. Қазақ қамшының сабының ұзындығындай ғана дейтін жерге де жетпегендей көреміз. Пендеміз. Пендешілікпен айтып жатқанымыз ғой. Өзіңіздей жанның құрсағында жаралып, өзіңіздей жанның перзенті болғаныма, Аллаға, жаратушы иемізге мыңда бір шүкіршілік айтамын, ақ мамам, апашым. 9 ай 9 күн құрсағыңызда көтеріп, әлемнің жарығын сыйладыңыз. Түн ұйқыңызды 4 бөліп, бесікке таянып, кірпік қақпай өткен, өсірген күндеріңізше. Тар құрсағыңызды кеңітіп, тас емшегіңізді жібіткен тұңғышыңыз болуым Алланың маған берген сыйы болар. Әкем өзі өмірден өтпес бұрын дайындап кеткен жандар. Өмірден өтіп кетті ғой, кім сұрайды демей, аманатқа адалдық танытып, көзі кеткен соң 4-5 ай өткенде өзім қалаған, жүрегім қалаған Алматы халық шаруашылығы институты қаржы және несие факультетіне іліктім. Менен көп үміт күттіңіз. Қазіргіше айтқанда, бар тапқан таянғаныңызды маған салдыңыз, маған жұмсадыңыз. Арманым болған әсем қала Астанамыз, қартта тәкаппар Алатаудың баурайындағы әсем қала Алматыда оқыттыңыз. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай жеткіздіңіз. Қазақта әкесіз жетім құр жетім, шешесіз жетім тұл жетім деген мақал бар. Басқа балаларыңыз қайдан білсін, жас қой. 18 жасқа толған үйдің үлкені менің өзім, әкемнің өткендігінің әсерін, жетім екендігімді де сезбей өстім. Ананың құдіреті де, қазақтың құр жетім дегені де осы шығар. Әрі қарай Асқар тауымызда, баурайындағы бұлағымызда, желеп жебейтін күш қуатымызда, сенерімізде, қорғанымызда, жалғыз өзіңіз болдыңыз, апа. Әкем дүниеден өткен соң 8 жыл ғана өмір сүріп, 45 жасыңызда мәңгілік сапарға кете бардыңыз. Өмірге 2 ұл, 5 қыз әкеліп өсірдіңіз. Дені сауға 2 қолға 1 күрек дегендей, сауыншы да болдыңыз, аспаз да болдыңыз. Жылына жата жабылып 1 кілем тоғып, сатып жүріп мал таптыңыз, жол таптыңыз. Кейде, әй тоқшылық заман-ай деймін мұна заманға. Тоғышарлық билік құра, адамдарда шүкіршілігін жоғалтып, аспандағы жұлдызды алып берсе екен деп өзерей бастағандай. Қалғанын тегін берсе де алмайтындай кейіп танытады. Қазақ малымды алсаң да пейілімді алма деуші еді. Қазақ пейілінен айырылып бара ма деп қорқам. Түсінген шығарсыз, апа.
Құдайдан сұрап алған ұл қыздарыңыздың жақсылығын көрмек түгілі өсіп өнгендегі қызықшылығын да көре алмадыңыз. Иә, сіз бұл дүниені қалдырып, о дүниеге аттанғаныңызда үлкеніңіз мен 26 жаста, кенжетайыңыз Жанат қарындасым 11 жаста еді. Кенже ретінде еркелейтін, бізді тыңдай бермейтінін де білетінсіз. Біздің де әзіл-шын аралас көрсетеміз деп қолды шошайтып қоятынымыз да есіңізде болар. Көңіл аудармаппыз. Сол Жанат, сіз өмірден кеткен күні қас қарайып, түн қойы буланғанша үйге кірмей, есік алды сыртта жүргенін түнделетіп білдік. Сөйтсек, сенген анам кетті. Енді маған ұрсар деген қорқыныш сезімде болыпты. Айналып, толғанып, ұрыспаймыз деп жүріп әрең кіргізіп алдық. Солай, Жанат кенжетайыңызда еркелікпен де, балалықпен де бір күнде қоштасқандай болды. Ұлдарыңыздың отау құрып шаңырақ көтергені, қыздарыңыздың бой жетіп тұрмыс құрғанында көруді нәсіп етпеді. Бұйырмады. Өкініштісі сол өзекті өртейді. Әттең, немере шөберелерін көрермеді деймін пендешілікпен. Құдайдың өзіңізге берген азғандай ғұмырын тек біз үшін, ұл қыздарыңыз үшін сарп еттіңіз. Ата-ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген қазақтың сөзі дұрыс болып шықты. Көңіліміз далада, арманымыз шалқар биіктерде болыпты. Шыбын жаныңыз шырылдап, отқа да, суға да түсіп жүретіндігіңіздің қадір қасиетін түсіне бермеппін. Кешіріңіз, анашым. Түсіне алмағаным үшін, кетіп қалатыныңызды түйсіне алмағаным үшін кешіріңіз. Көз жасымда ерік бермей, өзіңізге жазып жатқан хатымның кірлері болса, тазалап, шайып алайын дегендей жуып барады. Ешкім көріп жатқан жоқ. Күнізақ үйде жалғызбын, апа. Бірақ неге жасырам? Кімнен жасырам? Білесіз, әлсіз емеспін. Ұйқыдан қалып жатпасам да, соңғы жылдары өзіңізге деген перзенттік махаббатым жүрегімді толық жаулап алған. Жалындап, уақыт өткен сайын өршіп барады. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Есте қалған сәттердің естелігімен жаныма жылу аламын. Есіңізде шығар, 7 жасар кезім. Жүгері зауытта тұрамыз. Ол кез біз тұрған аумаққа электр жарығы зауыттың үлкен дизель моторымен берілетін. Әкем оның машинист ауысымында болатын. Ойнап жүріп, пенициллин шишасын саусағыма тығып шығара алмай қалдым. Шықпайды. Ойбайлап жылаймын. Сіз де шығара алмай, маған қосыла жылайсыз. Амалымыз таусылып, әкемнің жұмысына жылап еңіреп жеттік-ау. Сондағы әкемнің сабырлы күймен пенициллин шишасы киілген саусағымды темір дискінің үстіне қойып, балғамен жай ұрғанда шиша сынып, саусағым босап, екеуміздің бақыттан бал-бұл жанғанымызды ұмытпаймын. Алғыр, сезімтал едің дейтінсіз. 3 жасар кезіңде әкең екеуміз сыртта ошақ жасап жатқанымызда аяғымызға оралып қоймадың. Алдаусыратып, 4 кірпіш әкеліп берсең, 4 кәмпит береміз деп шығарып салғанбыз. 4 кірпіштеріңізді әкелдім, кәмпиттеріңізді беріңіздер деген соң, қолыма түскен 3 кәмпитті бере салғанмын. Қайта айналып келіп, 1 кәмпиттерің кем, 4-өө бермедің деп даулап тұрсың. Біз, сен сан білмейсің, 4-өвін бердік дегенге көнбей, әкелген кірпіштің бөліктеріне жетектеп бардың. Барсақ әр кірпіштің үстіне бір кәмпиттен қойыпсың. Мынаның кәмпиті қайда деп састырғансың деген сөздеріңіз құлағыма сыңғырлап келіп тұр.
Тайыр-ай, аман болғаныңызда биыл 10 наурыз күні 80 жасқа толар едіңіз. Дүркіретіп той жасарымыз кәдік еді. Ақын болсам өзіңізге арнап керемет дастан, жазушы болсам кітап, мүсінші болсам мүсініңізді өз қолыммен қашап жасар едім. Алайда оның ешқайсысы да емеспін. Қолдан келгені өзіңізге хат жазып, хабарымызды жеткізейін деп тұрмын, жаннан ашым. Алла тағалам иманыңызды өзіңізге серік етіп, жаныңызды жәннаттың төрінде шалқытсын. Хатымды Аманжол Шамкеновтың «Ана туралы балада» өлеңінің шумағымен бастап едім. Қайырма болған шумағымен аяқтағаны жөн көрдім. О аналар, осындайсың бәріңде, осындайсың жасыңдағы кәріңде. Сиынатын болса өмірде құдірет, сиынар ем ана деген тәңірге. Айтмұрат Ерқұлұлы, 2021 жыл 24 қараша. Tengir ki